Бейбарыс коронный удар бар ма? Көрсетші. Чё? Ну ладно. Гандбол, волейбол, футбол, саубол. Армысың саубол арнасының құрметті көрермені. Бүгін бізде кезекте түсірілім. Ал бізде қонақта Қазақстаннан алғаш рет әлем чемпионы атанған таэквондошымыз Бейбарыс Қабылан келіп отыр. Бейбарыс, қош келдің. Қош көрдік, рахмет. Ал Бейбарыс, сен туралы жалпы интернетте ақпарат аздау. Енді басынан қай жақтың тумасысың, таэквондоға қанша жасынан келдің, қалай басталды, осылай туралы әңгіме өрбітсек. Өзім Алматы облысы Қаскелең қаласының тумасымын. Таэквондодан 6 жасымнан бері қатысамын. Ең бірінші бұл спортқа анам келді. Содан кейін бапкерлеріммен жаттығу жасап, одан кейін спортты бірге алып жүрмін. Бізде әдетте балалар көбіне бокс немесе күреске барады ғой, содан кейін сұрап отқаным. Ал сенің туған әпкен Аяжан Қабылан, ол да таэквондошы болған, иә? Ja, ол кезінде таэквондошы болып, одан кейін тұрмысқа шығуына байланысты спортты қойды. Қазір төрешілікпен айналыспай ма? Қазір өзі сол жаттықтырушы, сол жарыстарда сол төрешілікке де шығады арасында. Ал Бейбарыс, осы әлем чемпионатындағы туралы айтсақ, осы әлем чемпионатында чемпион болу жолында ең ауыр айқас қайсысы болды? Кіммен болды? Ең қиын жекпе-жегім ол жартылай ақтық сайыста Иран спортшысымен болды. Ол спортшы алдыңғы жылғы әлем чемпионатының жеңімпазы болған. Сол спортшымен қиынырақ 3 раундқа шейін барып, соңында жеңіп шықтым. Бейбарыс, осы жарыс алдында, мысалы, қорқынышты қалай басасың? Бұрынғы жарыстарда әрине қорқыныш болатын, бірақ уже ересектер болғаннан кейін әрбір жарысқа сенімділікпен келіп, ешқандай қорықпай, сенімділікпен шығамыз. Қазір өйткені тәжірибең мол десе де болады ғой. Сен бұл желтоқсан айындағы әлем чемпионаты, Найробида өткен. Оған дейін ай сайын қазан айында Қытайдағы әлем чемпионаты және осы желтоқсан айындағы Найробидегі. Ал қазан айында сен мықты әлем чемпионы болған мексикалық жеңдің. Сол жарыста Головкин болыпты. Сол кісі қолдау білдірді ме? Бізге жарысқа келіп, қолдау көрсетіп, өзінің мотивациясын білдіріп, жақсы жылы лебіздерін айтып кетті. Ондай кісілердің қолдау білдіргені қаншалықты әсер етеді? Өте жақсы әсер етеді, бізге рух береді. Біз артымызда осындай кісілер тұрған кезде міндетті түрде жеңуге тырысамыз. Головкин деп отырмыз ғой, жуырда Головкиннің аты бүкіл әлемдік бокс даңқының залына аты жазылды. Осыған қалай қарайсың? Лайықты ма ол кісі осындай? Ja, лайықты. Өзін бокста бұрыннан бері өзін көрсетіп, қазақтың туын көкке көтеріп жүрген кісі. Әрине лайықты деп ойлаймын. Жарыс кезінде ең маңызды не? Жылдамдық па, тайминг па, әлде мынау қашықтықты дұрыс таңдау ма жекпе-жек кезінде? Жекпе-жекте бірінші әрбір қарсыласыңды зерттеп тұрасың. Жекпе-жекте әрбір спортшыға басқаша тактика құрасың. Кейбір спортшы оң аяқпен тұрады, кейбір спортшы сол аяқпен тұрады. Сол әрқайсысына тренерлермен ақылдасып тактика құрамыз. Жекпе-жек алдында осындай тактика құрасыздар ғой, бапкерлермен. Ал жекпе-жек кезінде тактиканы өзгерту керек жағдайлар бола ма? Жекпе-жекте тактиканы өзгертетін кездер өте көп болады, өйткені ол спортшы да бізге қарай дайындалып келеді. Мысалы, біз ол бұрынғы жекпе-жектерінде оң аяқпен істесе, бізге келгенде ол да тактикасын ауыстырып, сол аяққа тұрып алады. Сол кезде бізде басқаша тактика құруға тура келеді. Сен таэквондодан 6 жасында келдің. Ең бірінші атың шыққан кез 16 жасында болыпты. 2021 жылы жастар ойындарының жеңімпазы атандың. Одан кейін универсиада, жазғы универсиада жеңімпаз болдың 18 жасында. 6 жасынан бері міне 14 жыл болды. Осы таэквондодан кеткің келген кез болды ма? Тастап? Жоқ, ол әрбір спортшыда болады ондай жағдай. Травмалар болады, жеңілістер көп болып кетеді. Сол кезде спортты қойғың келіп, ата-аналармен сөйлесіп, бірақ енді соңында бірақ спортты қоймай, міне жемісін көріп жатырмық. Енді сенде жеңіспен қатар бұған дейін жеңілістер де болды ғой. Осыған дейін саған ауыр тиген, мүмкін ойыңды өзгерткен, ең үлкен әсер еткен жеңіліс қайсы болды? Бір бетбұрыс жасауға. Осы қазан айындағы соңғы әлем чемпионатында ширек финалда ұтылып қалдым. Содан кейін мойымай келесі әлем чемпионатына жақсы настрой ұстап, сенімділікпен келіп, соның арқасында жеңіске жеттім. Осы жеңіліс саған қайта жігер берді, алда? Сол жеңілістен кейін құламай, одан сайын көтеріліп, қалайда болсын қазақтың туын көтерем деген мақсатта келгем. Жеңіліс туралы ақыра сөз бастаған екенбіз. Мынандай оқиға болыпты, Бейбарыс, былтыр сен 2024 жылы Қазақстан чемпионатында жеңіліп қалдың. Одан кейін сенің бапкерің
Дархан Қыстаубай осы әлем чемпионатының алдында саған тактиканы өзгертіп, сені ауыр жаттығуларға салмай, тек скакалка секірте берген ба? Жоқ, ондай болмады ол. Ол соңғы әлем чемпионатынан кейін, біз соңғы әлем чемпионатына көп дайындалдық. Сол жарыстан кейін, келесі әлем чемпионаты бір айдан кейін болғаннан кейін, қатты қинамай, сол скакалка секіртіп, солай дайындап алып келді. Бейбарыс, енді сен чемпион болдың, ересектер арасында Қазақстаннан тұңғыш шыққан чемпионсың. Енді осындай жетістікке жеттің. Енді сені ары қарай жеңістерге ары қарай жете беруге не жігерлендіреді, не ынталандырады? Енді осымен тоқтамай, одан әрі жарыстарға қазақтың туын көтеруім керек. Кеше гимнді тыңдағанда одан сайын мотивация алып, келесі жарыстарда соны міндетті түрде қайталаймын деген өзіме уәде бердім. Алдағы жарыстарда қазақтың көк туын желбіретуге барынша тырысамыз. Демек, әлгі спорттағы голод дейді ғой, спорттық аштығың әлі бар ғой? Иә, әлі ашпын, әлі жаспын. Алтта үлкен жарыстар көп. 2028 жылы Олимпиада ойындарында бар. Әлі тоқтамаймыз бұмен. Бұл биылдыққа соңғы әлем чемпионаты ғой, Иә. Енді келесі үлкен жарыс қандай? Келесі үлкен жарыс ең бірінші Азия чемпионаты болады, Моңғолия елінде. Сол жарыс, одан кейін артынан Азия ойындары болады. Сол ең басты екі жарыс болады. Жаттығу лагері қашан басталады? Осы қыстан кейін сразу бастап кетеміз жаттығу жиынын. Сол жарыстарға тыңғылықты дайындаламыз. Ал мынау әлем чемпионатын қатар өттік қой жаңа айтып отырғаным. Соның арасында демалыс болмады ма ешқандай? Жоқ, соңғы әлем чемпионатының алдында бір 5 күнде демалдық. Одан кейін қайттан жаттығуға кірісіп, сол бір ай қалғаннан кейін сол әлем чемпионатына дұрыстап дайындалып келдік. Осындай енді бір жаттығу лагерінен бірден екіншісіне көшу қаншалықты ауыр? Физикалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда? Иә, физикалық тұрғыда өте ауыр болады. Қайта-қайта жаттығу істей берген. Бірақ енді біздің жұмысымыз болғаннан кейін сол көнуге тура келеді. Тоқтамай өйстіп жаттығуымызды істеп жүреміз. Әлем чемпионатында жекпе-жектерде ең маңыздысы не? Техника ма, әлде мінез ба? Спортсмен болғаннан кейін бәрі болу керек деп ойлаймын. Техникада, мінезде, бойды сезуде, соперникті оқу білу, соның барлығын сол бойда көрсетіп, соның арқасында жеңіп шығамыз жарыстарда. Техникада қажет, психологиялық дайындықта қажет, бапкермен тактика құруда қажет, бәрі жан-жақты толық болу керек қой. Иә, толық болу керек. Бейбарыс, осы тэквондоға келгенде ең алғашқы бапкерің кім болды? Ең бірінші бапкерім ол Серік Садықов дейтін кісі болды. Сол Қаскелең қаласында ең бірінші сол кісінің қол астында тәрбиелендім. Ол бапкерім әлі де мен қасымда, постоянно қасымда қолдап, мотивациясын беріп жүреді. Дархан Қыстаубайға 21 жыл өттің, иә? Иә, 2021 жылы сол Дархан Қыстаубаев дейтін ағамызға өтіп, қазір сол кісінің қол астында тәрбиеленіп жүрмін. Демек, әлде екі бапкер де дайындайды ғой, екі жақтан, былайша айтқанда. Бірінші бапкер және жеке бапкер. Екі бапкерді дайындайды. Ал Бейбарыс, енді өзіңе соңғы сұрақ. Тэквондо болмаса немен айналысар едің? Кішкентай кезімде футболға қызыққам көп. Футболға даже қатысқам бір жылдай. Сол таеквондо мен футболды қатар алып жүргем. Одан кейін енді таеквондоға до конца қатысам деп сондай шешім қабылдадым. Гандбол, волейбол, футбол, саубол.